Рус ишгалчылары 23 жашындагы Кырымлыны рус ишгалчы аскерлеріне тікленген абидеге сигені үшін туттылар. Она 3 жыл апис жазасы беріле біле. Оны вандаллықта қабатлайлар. Оғланның яйынлағаны видеода о рус салдырысының тимсали олған З арифыны ақаретлеп, озының протестосыны физики шекілде білдірді. Бұныңен дүнияның санки дерсін 2-ші ордусы темсилчилерінің жанына ағыртты. Хусусан ФСБ-нің жебіндеке Чақыжы Александр Талиповны. Мабюсны афы сөзлерінен видео язмаға мечбур еттілер. Біз еркесіні дихатлы ве мұхайт олмаға чағырамыз. Бізім көзлеріміз ерде. Авжы адында ялы мудафа gemisi семейізінің ерлі сакинлері көрді. О Ялта istikametінде әрекет етеді. Бұл кебі gemilер араштырма, сыңыр мудафасы ве қазақ құртарма ішлері үшін қоланылмақтадыр. Ишгалжы флотның қызметінде бұның кебі 14 gemi мевжуд. Көрінішке көре рус ишгалжылері ұжымлер беклентісінде Қырым ялыларында да чоқ арамалар епалар. Алушта ялысы жыварларында сеферберлік мерkezini құрдылар. Sıcak деңізден енді чыққанда ерлі сакинлерге ишгалжы ордуға қошылып контракт имзаламаға теклиф етелер. Анда алтындағылар қолай женк вәде етелер. Керчек дешетні есе әлбетеке аңлатмайлар. Бұл ишгал етілген Қырым сакинлеріні адалетсіз женкке, яғни саваш жинайтлеріне дайыл етме әлетлерінден бірідір. Яңы рус сценарийлеріне көре қорқытув ве техтит. Ахмеджитнің ишгалжы Киев район махкемесі кечкен жұма күні тұтылған 22 Қырым татарана 7 күн апис жазасы үкіміні чықарды. Бұл инсанлар өзінің ақрабалары, арқадашлары ве яқынларыны дестеклемек үшін топлашқан еділер. Инсанларыны ерге ятырып, еллеріні бағлап, рус полислеріне санке қаршылық көстергені үшін тұттылар. Конечно же, это была определенная акция устрашения. Был человек, которого вообще там в щебенку лицом ударили, можно сказать. Это делали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Самое по видео видно, что они именно были настроены очень агрессивно. Ишгалжылер Қырымлыларны қорқытмақ мақсадынен Украинаға қаршы женкке yollayacaklarını біле айтты. Бұл себептен ишгалжы полис бөлігіне ерлі арби меркез темсілжісіні чағырдылар. Ойсе эпісіне чағырух мектуплерін язып, дерал арби бөлікке келмелеріні талап етті. Егер келмеселер, яңы сыңырламаларнен қорқыттылар. При неявке в военкомат в отношении данных несознательных граждан включается режим всех запретов, выездов, управления транспортных средств и другого. Креативно подошел товарищ майор. Насколько я знаю, это первая такая практика в Крыму, а возможно и по России. Це вже новація з боку російських окупантів, і все це специально здійснюється для того, щоб налякати людей. Психологик басқыға бақмынан араларында екі қарт олған Қырым татарлары семейдештеріні дестеклемеге девам етежеклеріні білдірді. Малюм олғаны кебі кечкен авта рус ишгалжылері Руслан Асанов, Сидамет Мустафаев, Ремзин Метулаев, Абдулмеджит Сетумеров, Аметхан Умеров ве Эльдар Якубовны тұтты. 6 бақчы сырай сакинаны терроризмде қабатлайлар. Қырымда рус арби базаларында алған патламалар ве Украина истихбарат хизметлерінің керчеклештірген махсус операциялары бұл Қырымның ишгалден қортарылмасы yolunda юз берген адиселердір. Бұл ақта Қырым татар милли мejlis рейсі Рифат Чубаров білдірді. Қырым сакинлеріне япқан мұражатында о инсанларны азыр олмаға, мұхайт олмаға ве ичбір шекілде душманен ішбірлікі yapmamaға чағырды. Уникайте, просто уникайте примусової мобілізації, призову до російської армії. Зараз вони ще більш будуть активними, будуть намагатися забирати мешканців Криму. Отже, терпіння, мужності, і незабаром ми всі обнімемося у звільненому Криму.